қорытындылаймыз және жалпы бөлімді қорытындылаймыз, иә? Яғни осы шарды үрлеп, осы шарға бізге табиғатпен байланысатын көңіл күйімізді айтамыз осы топтың. Жақсы ма? Мына топ бір шарға үрлеп, сол шарға жазып, маркермен жазады және айтады. Түсінді ма? Жақсы. Бүгінгі сабаққа ашық екен тағы. Біз күн сияқты күлімдеп нұр шашып тұрмыз. Себебі соңында сабақта первайдан түсіндім, сұрағына түсінбедім, галочка қоясыздар және өз сабақтарыңызда пікірлеріңізді айтасыздар. Енді үй тапсырмасын тексеріп жіберейік оқушылар. Үйге берілген есеп қандай болды? 10 есеп болды, иә? Яғни бізге қандай есеп берілді? Төлді таңдап алудың неше тәсілі шықты? Барлығында төл шықты ма? Жақсы, қазір кітап дәптерлеріңізді қарап шығамын. Амина? Қызыл сары күлгін дейді. Омар? Қызыл күлгін, иә? Осы тапсырмадағы сұрақтарға жауап беру арқылы өткенді қорытындылаймыз. Бірінші сұрақ, Амина, келе оқыңыз. Қабатта 3 түрлі жүкте және 2 түрлі шалбар бар. Бұл неше түрлі киім үлгісін қандай алады? 3 көбейту 2, 6 нұсқа. Жақсы, яғни 6 нұсқасын таңдап алады. Комбинатора есебі. Қалай жылдан табуға болады? Көбейту ережесі немесе мүмкіндіктер табағы арқылы жүргізілсе, олардың арақашықтығы азая ма әлде көбейеді? Дауысын шығарып оқимыз, қолдаймыз және де есепті шығарамыз. Сағатына машина 80 км сағат жылдамдығымен жүрді. 4 сағаттан кейін Дәптермен көшпәтегі ойнаймыз. Қандай болады? Bir kaşık формуласымен шығарып bir қашықтау тең болады ғой жүр. Қалай, естедім, қандай амал болады? Яғни бірінші жылдамдықта, екінші жылдамдықта азайттым. Өлшем бірлігі айналу не істейді? Қайда? Шығыстан батысқа дейін 430 километрге созылып жатыр. Сол айлықтан бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытта жүреді. Қарап отырамыз басқа топқа. Жылдамдығы 23 км сағат, ал екіншісінде 28 км сағат. Еткен ерекше жануар Каспий итбалығы
балықтан Каспий табиғатының бағы жетпес байланыс. Жақсы, яғни Каспий теңізі қызылды. Жауын-шашын, дұрыс, нөсер, иә? Қандай табиғат құбылысы шықты? Қандай? Боран, қар. Дискриптор басшылыққа аласыздар, сөйтпейді. Білесіздер ме дискриптор? Есептер қателерген соның қатесін түзеліп, есепті дұрыстап шығарамыз. Көмейді дұрыс орындаймыз, бөлуді дұрыс
Вақыт аз берілді сендерге бұл есепке. Себебі сендер бағып Жылдамдықтың аздығының есебінен неше балл болды? 8.